Ассалаумағалейкум ардақтан әлеумет. Дариға дәурен десеңші, дау шықпай тұрғанда дәулетті болуға ұмтылған Дариға Бадықова мен оның бұрынғы күйеуі арасындағы шу тоқтар емес. Ал алдына келген азаматтарды боқтаған әкімнің басы дауға қалды. Бірақ боқтаған тек әкім емес, боқтасқан полковниктер де пәтуасыз деген ата қалды. Қысқасы, бұл аптада ең көп таралған әрі қаралған жаңалықтарды тізіп шығайын, ендеше жақсылап жайғасып алыңыз. Мал таппайтын еркектің ұрпағын көбейтудің қажеті жоқ. Қайдан білесіз, оның да өмірінде сондай қиындықтар болып жатқан шығар. Сіздің де отбасыңызда болды ғой қиындықтар. Онда әйел шығу керек қой. Мен қиындық деп отырдым, мен қиындықтың астында, соң құлы болып. Қиындықтан шығу керек. Онда сіз сол жағын айту керек шығар соларға. Қиындықтан шығу керек. Мен айтамын, енді қалай енді деп барғанда жүрегім ауырады, үйге қараймын, жалпы балаларға қараймын. Бұлар қалай болады болашақтар деп. Күйеуі өзімен өзі бір бұрышта жатады. Міндет, еркек болғаны міндет. Қалай десеңіздер де, ер азаматтардың табиғаты бөлек. Әйел кішкене пысық болу керек. Дариғамен арамызда бала болмады деп Дархан сұхбат берді. Бұдан бөлек Бадықованың бұрынғы күйеуі еркектік еркіндігім шектеліп, талантым тасада қалды деп көп нәрсені жайып салды. Тіпті миллиард тапқалы үйдегі ханым түзде көп болып, күмән келтірер кездесулерге де барды деп айыптапты әлгі азамат. Сұхбат берген сол-ақ еді, қоғам пікірі екіге бөлінді. Бірі Бадықованы қолдаса, енді бірі бойкот деп Дарханның даусына дауыс қосыпты. Осы сен что-то олжас дей бересің. Сен что-то не көңілің кетіп қалды ма дедім. Ойбай, мен қайтемін деді. Мүлдем өзгеріп кеткен ана миллиард теңгеден кейін. Айналайын, сен бүйте қойшы, не болды, мен не қыламын деп мүлдем есімде де жоқ ана сөздерді, білмеймін. Пісіп кеткен уже. Кетіп баратқан кезінде мен былай айттым: сенің байлығын менің шайлығым деді. Осылай ағынан жарылып сұхбат берген Дарханның үстінен Дариға сотқа арыз түсірді. Бадықованың заңгері Айгүл Орынбектің ақпаратынша, отбасылық құпияны жария етіп, жеке аудио видеоларда жайып саламын деу жеке адамның құқын таптауған емес. Бұл бопсалау мен қысым көрсетудің айқын көрінісі дейді қорғаушы. Бұл жағдайға қатысты депутат Анас Баққожаев та пікір айтқан екен. Дариға деген, мен өзім шоу-бизнесті өзім көп қарамаймын. Мен шынымды айтайын, ауыл шаруашылығыма сонымен басым қатқаннан кейін мен шоу-бизнесті қарамаймын да, қазіргі кинолардың атауын да білмеймін де, өкінішке қарай, оған уақытым да жоқ. Бірақ енді жаңағыдай естіп жатырмын, бір-бірімен ұрысып, әйелі күйеуімен. Менің ойымша, ондай әңгіменің жүргізудің қажеті жоқ. Себебі отбасындағы қандай жағдай болмасын, отбасының ішінде қалу керек деп ойлаймын. Сондықтан да мына комментарий жазғыштарға мен айтарым, ондай әңгімеге кіріспеңіздер. Не керек ол біреудің жаңағы әңгімесінің ішіне араласып не керек? Оданша екеуі ұрыспай бір-бірімен татуласқанның ақыл айтып басына сипап қою керек. Өз пікірім осы. Ақыл айту бәрінің қолынан келеді, бірақ алдына келген бұқараны боқтау бұл барып тұрған бассыздық. Мәселен, күні кеше Шығыс Қазақстан облысы Шілікті ауылында шырқы кеткен әкім алдына келген азаматтарды боқтап қуып шыққан. Желіде тараған видеоға зер салсақ, ауыл әкімі Қуаныш Төлеуханға тұрғындар сұрақ қойған. Кейін кездесу арты айқайға құласып, шенеунік аузына келгенін айтқан. Сіз даже сұрақ қойған жоқсыз. Сіз даже голосовать жасаған жоқ. Неге өтірік айтасыз? Әкім ретінде мен оны записала бәрін. Записать етсебек тұр, оның жоқ істеңіз. Жоқ, мен үшін жұмыс істемей қой. Мен өзім үшін, бала сағам үшін, халқым үшін жұмыс істеп жүрмін. Онда заң бойынша істеп. Заң бойынша істеп жатыр. Заң бойынша істеп. Менің бір ауыз сөзімді қайтпайсыз. Мен көріп отырмын. Онда бар ғой, мына ауылда көресіңдер. Вот так сізді сұраққа шығармайды, не керек әкімсіз? Не мынау, полиция мырза? Это что такое? Сіз сұраққа жауап Сіздер неге Я сейчас вице-министру отправлю. Вице-министрға сұрақ жіберем. Почему себя ведет? Бұл видео желіде таралғаны сол-ақ еді. Жұрт жағасын ұстап, әкімді орнын босатсын деді. Артынша ақ жағалы ағынан жарылып, кешірім сұрапты. Онысы қабылдана ма, жоқ па? Оны әдеп жөніндегі кеңес шешеді. Әзірге аузы күйген әкімнің басы бәлеге қалды. Мен Төлеухан Қуаныш Төлеуханұлы, Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Шілікті ауылдық округі әкімімін. Осы ауылда туып өстім, осы ауылдың өркендеуіне қолымнан келгенше жұмыс атқарып жатырмын.
Кеше ауылымызда қоғамдық тыңдалым өтті. Қоғамдық тыңдалым барысында бейтаныс адамдар келіп қоғамдық тыңдалымның өтуіне кедергі келтірді. Сол кедергілердің себептерінен қоғамдық тыңдалым 5 сағатқа созылды. Сол кезде эмоцияға беріліп, әдепсіз сөздер айтқаным үшін Шілікті ауылдық округінің халқынан кешірім сұраймын. Кешірім сұрайтындар қатарын тағы бір шенді толтырайын деп тұр. Неге десеңіз, абайламай сөйлеген әскери қызметкердің видеосы да желіде қызу талқыға түсіп, елдің ашуын келтіріп жатыр. Біздегі бар мәліметке сенсек, Қызылорда облысына қарасты әскери гарнизонда онлайн жиналыс өтіпті. Сол кезде шені жоғары қызметкер қол астындағыларды балағаттап, бейәдеп сөздер айтқан. Келісіңізбен болған нәрсе осының барлығы. Никак нет! Сіз өзіңіз рұқсат беріп, хорошо да доброңызды берген Господин подполковник, еще раз говорю, рот закройте! Абайлап сөйлеңіз, полковник, артық әңгіме айтып жатсыз, кешірім өтінемін, бірақ артық әңгіме айтып отырсыз. Сіз аузыңызды жабыңыз деймін, господин подполковник. Полковник мырза, рұқсат бердіңіз ба, онда маған әңгіме айтпаңыз. Әңгіме айтасыз ба, рұқсат бермеңіз ол кезде. Сіз келісім бердіңіз, енді маған артынан әңгіме айтып отырсыз, көптен алдынан шығып Сергеевич, вызовите его на аттестацию завтра. У него какой там крайний... Молча сидите и слушайте. Бұл жағдайға қатысты Қорғаныс министрлігі қызметтік тексеріс бастапты. Енді аузынан ақ ет кіріп, көк ит шыққан басшының тағдыры тексерістен соң белгілі болмақ. Балық басынан шіріп, басшылығы боқтасып жатқанда әскерде тағы бір сарбаз өлім құшты. Қатарға өз аяғымен барып, табытпен оралған сарбаздың жақындары әділ тергеуді сұрап отыр. Маңғыстау облысында борышын өтеп жатқан әскери қызметкер 7 қазан күні қайтыс болды деседі. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шебінде болған марқұм техникалық жұмыстар кезінде қауіпсіздік шарасы сақталмағандықтан көз жұмды депті полиция. Аптадағы айтулы ақпарат легі осылай қорытындысын тапты. Егер сізді алаңдатқан қандай да бір мәселе яки түйткіл болса, редакциямызға жолдап бөліссеңіз болады. Ал маңызды жаңалықтарды өткізіп алмас үшін арнамызға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Жақсы күндерде жолыққанша.